бүкіл әлемнің саяси, мәдени, рухани, әлеуметтік және экономикалық жағдайына ықпал етіп отырған экстремизм мен терроризм 21 ғасырдың ең бір өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Террорлық актілерге итермелейтін қайшылықтар уақыт өткен сайын өсе түсуде, және де бір ғана аймаққа, бір ғана мемлекетке тән нәрсе болмай отыр. Түрлі топтар осыны пайдалану арқылы саяси экономикалық мәселелерді шешуге тырысуда. Экстремизм мен терроризм кеше мен бүгін ғана пайда болған құбылыс емес. Оның ертеден келе жатқан тарихи тамыры терең. Қазіргі лаңкестік әрекеттердің мәнін түсінуде адамзат тарихындағы діни көзқарастар мен саясаттарды ғылыми жағынан зерттеудің маңызы ерекше. Өйткені ол осы кездегі діни экстремизм мен терроризмнің саяси әлеуметтік негіздерін анықтауға жәрдемдеседі. Терроризм және экстремизм өздерінің қылмыстық мақсаттарын орындау үшін барлық объектілерді пайдаланады. Соның ішінде әлемде ең қымбат адам өмірін, оның денсаулығын және қоғамдағы күнделікті іс-қимылды жою болып табылады. Қазіргі таңда дүниежүзілік қоғамдастық терроризмнің қаншалықты қатерлі екендігіне, оның зұлымдық істерінде шек болмайтындығына көз жеткізді. Терроризм адамға деген аяушылық сезімінен жұрдай. Ол қоғамда қалыптасқан заң нормаларын, халықаралық құқықты мойындамайды, мемлекеттік шекаралар оны тоқтата алмайды. Терроризм айдаһары қашанда болған және өз қарсыластарына ұдайы арамзалықпен соққы беріп отырған. Алайда дәл қазіргі кездегідей ашық та ауқымды болып көрген емес. Терроризм мен экстремизм әртүрлі көріністе көптеген елдер мен олардың азаматтарының қауіпсіздігіне барған сайын қауіп төндіруде. Ол саяси, экономикалық, моральдық шығындар әкеледі. Қалың көпшілікке күшті психологиялық қысым жасайды. Жазықсыз адамдардың өмірін әкетеді. Дегенмен ешқандай керемет дамыған экономикалық және әскери қуат, ешқандай жоғары ақы алатын және жаңа заман технологиясымен жабдықталған арнайы қызмет органдары террорға қарсы тұра алмайды. Егер де өздерінің туыстары мен жақындары, отбасы ошағының тыныштығын сақтауға мүдделі, өз отанының патриоты болып табылатын жеке адамдардың көмегі болмаса. Біздің мемлекетіміздің қауіпсіздігін қорғау әрбір азаматтың конституциялық борышы. Бұл мәселені шешуге меншік нысанына қарамастан барлық ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар көмектесуге міндетті. Сонымен қатар руханият, шығармашылық және ғылыми интеллигенция, бұқаралық ақпараттар құралдарының позициясы да өте маңызды. Бейбітшілік және қауіпсіздік жағдайында демократиялық Қазақстанның әрі қарай өркендеудегі қажетті шарты ретінде экстремизм және терроризммен күресуі ғана емес, оған қоса оны алдын алуға қатысты азаматтық позициясы болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.